Өткен видеода біз Аллаға тіл тигізген және Палестинадағы құрбан болған балаларды күлкі еткен Бомбардиро Крокодило және Құран мен Қағбаны мазақ еткен видео ойындар жайлы айтқан едік. Ал сіз білесіз бе, бір қарағанда мейірімді болып көрінетін видеолар шын мәнінде нағыз сұмдық болуы мүмкін. Әсіресе бұл балалар көретін видеолар жайлы. 2017 жыл ютубта сансыз миллион, тіпті миллиардтаған қаралым жинайтын балаларға арналған миға қонымсыз видеолар қаптап кетті. Есіңізде ме? Спайдермен, Халк, Джокер сияқты кейіпкерлердің киімін киіп алып, жүктілік, укол, құсу және тағы да басқа нәрсені араластыратын жағдай ушығып кеткенде, YouTube администрациясы аяусыз блокировка арқылы бәрін қалпына келтірген еді. Бірақ 2023 жылы бұл сұмдық жаңа күшпен таралатын болды. Бір қызығы, YouTube бұрынғыдай қатал модерация жасамайтын сияқты. Содан болса керек, укол, жүктілік дегеннен бөлек нағыз арсыздық қосылатын болды. Балаларға арналған видеоларда айтуға тілім бармайтын ұятсыздық қалыпты жағдай болып кетті. Бұл жай ғана мыңдаған видеолардың арасындағы біреуі, екеуі емес. Балалар контентінің үлкен бөлігі енді осындай. Ал соңғы уақытта жасанды интеллекттің дамуына орай осындай көбінесе мысықтар мен мультфильмдер пайда болды. Бір қарағанда сүйкімді, мейірімді роликтер сияқты. Ал біз YouTube'қа AI Cats деп жазатын болсақ, қан, құсу, кесір отасы, іштен құрттар шығу және тағы да арсыздық шығады. Бұл бәле осы жерде де бар екен. Нейрондық жүйенің дамуынан тағы бір сұмдық пайда болды. Бұл кез келген видеоны миллиондарға айналдыратын фильтр. Басында жай ғана күлкілі видеолар таралып жатса, кейін осы фильтр арқылы адам өлтіру және тағы да басқа зорлық-зомбылық сияқты нәрсе өтетін болды. Осындай видеолар көп қаралым жиналатын көрген кейбір адамдар енді шынайы шок контенттің негізінде мультфильмдер жасайтын болды. Ұятсыздық аз болғандай, енді нағыз жауыздық пайда болды. Осындай контентті көретін аудитория бұл сіздің балаларыңыз. Сондықтан өз балаңызға жақсылық қаласаңыз, бұл миға қонымсыз нәрсені көрсетпеңіз. Арнайы зиянсыз мультфильмдерді көшіріп алып, балаға интернетті өшіріп қана телефон, планшетті беріңіз. Бірақ телефонды бере салғанша өзіңіз балаңызбен ойнап, көңіл бөлсеңіз, одан әрі жақсы болады. Өкінішке орай, қазіргі таңда қазақ тілінде пайдалы контент өте аз. Көбінесе ойын, күлкі, өсек, ғайбат деген нәрселер ғана шығады. Сол үшін біз арнамызда барынша пайдалы қазақ тіліндегі контент жасауға тырысып жатырмыз. Жақында ғана ең ерекше жануар, мысықтан да кішкентай феник түлкісі туралы видео шыққан еді. Бұл видеоны көру үшін осы жерге басыңыз.